Баршаңызға сәлем достар, бүгінгі мұсылманша түс жору шығарылым сіздермен бірге Диана. Түсінде қағаз ақшаны көрудің интерпретациясы армандаушының мұрасы арқылы немесе жұмысы арқылы алатын аскеттік ақшаны білдіреді. Түсінде қағаз ақшаның үлкен коллекциясын көрген адам, бұл ақшада немесе балаларда болсын, мол байлық пен кең тірліктің келетінін білдіреді. Түс көруші ұйқыда 5 қағаз ақша көрсе, аян 5 діни парызды білдірсе, 5 ақшаны толық көрсе, ғибадат пен күнделікті парыздарын орындауда табандылық танытады. Ибн Сирин түсінде қағаз ақшаны көруді жоруында, кімде-кім түсінде үйінен шетелге ақша лақтырып жатқанын, немесе одан біреудің ақша алғанын көрсе, бұл аян уайым мен күйзелістің тоқтағанын көрсетеді. Түсінде қағаз ақшаны көру ұзақ шыдамдылықтан кейін күнкөріс пен жеңілдікті білдіреді. Түсінде қағаз ақша тапқан адам кішігірім қиындықтарға тап болады, содан кейін қуаныш пен жағдай жақсарады. Түсінде қағаз ақша беру жан тыныштығының, ән айтудың және сән салтанаттың көрсеткіші. Армандаушының көп қағаз ақшаны жоғалтқанын көру, бұл адамның көптеген қиыншылықтар, проблемалар және отбасылық қақтығыстар салдарынан азап шеккенін растайтын айқын белгі. Қағаз ақшаның жанып жатқанын көру, түс көрушінің ауыр шығынға ұшырайтынының немесе тонауының дәлелі. Ал егер адам түсінде қағаз ақшаларды санап жатқанын көріп, оны толық емес деп тапса, бұл оның көп ақша төлейтінін көрсетеді. Ақша және оны төлегеннен кейін бұл ақша үшін қайғырады. Жалғыз әйелге арналған қағаз ақшаны көру оның көптеген мақсаттар мен амбициялары бар екенін көрсетеді, оған жетуге тырысады. Егер қыз түсінде қағаз ақшаны жұмсап жатқанын көрсе, бұл жағымсыз және зиянды нәрсе болатынын көрсетеді. Түсінде жалғызбасты әйелдің қағаз ақша жұмсағанын және оны біреуден біраз уақытқа қарызға алғанын көру, жақын адамынан немесе досынан айырылып қалатынын, немесе оның мәжбүрлеуімен біреуден алыстайтынын білдіреді. Түсінде анаңыздан қағаз ақша алу материалдық жайлылық пен ақша тұрақтылығын білдіруі мүмкін. Бұл сіздің жақын болашақта тұрақты материалдық өмір сүретіндігіңізді білдіруі мүмкін. Түсінде анаңыздың сізге қағаз ақша беріп жатқанын көру, оның шынайы өмірде сізге көрсеткен эмоционалды қолдау мен қамқорлығын көрсетуі мүмкін. Дүниеден өткен адамға қағаз ақша беріп жатқанын көрген түс көруші өлген адамның Алла оны кешіріп, азаптан рахым ету үшін оның рухына дұға оқып, садақа беру қажеттігін білдіреді. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыз, өте пайдалы канал. Видеоға лайк басып қойыңыз. Келесі жаңа түс жору шығарылымдарда кездескенше